Баршаңызға сәлем. Бүгін 88-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы бір санымен байланысты көбейту мен бөлудің қасиеттері. Бұл сабақта біз бір санымен байланысты көбейту мен бөлудің қасиеттерін есептеулерде қолдануды үйренеміз. Бірінші есеп А. Көбейтуді қосумен алмастырып, көбейтінділердің мәнін есепте. Қай көбейтіндіні қосумен алмастыруға болмайды? Неліктен? Бірге үшті көбейтеміз. Бұл деген сөз мәні бірге тең болған үш қосылғыштың қосындысы. Демек, міне 1 қосу 1 қосу 1. Бұл үшке тең болады. Ал үшті бірге көбейту деген сөз, бұл мәні үшке тең болған бір ғана қосылғыш бар. Сондықтан бұны қосылғышпен ауыстыруға болмайды, өйткені бір ғана қосылғыш болғандықтан. Екіншісі, екі көбейту бірді де дәл солай оны ауыстыруға болмайды. Қосындыларменен, қосумен, ал бір көбейту екіні қосылғыштармен жазсақ болады. Өйткені мәні бірге тең болған қосылғыштар екеу деп тұр. Бірге бірді қоссақ екі болады, яғни бірді екі көбейтсек те екі. 34-ті бірге көбейтсек 34 болады. Оны қосумен ауыстыра алмаймыз. Ал бір көбейту жетіні, яғни мәні бірге тең болған қосылғыштардан жетеу деген сөз. Демек, 7 бірді қосатын болсақ, 7-ге тең болады. Демек, бұдан қорытынды санды бірге көбейткенде сол санның өзі шығады. Яғни А көбейту 1 тең А. Мұндағы А кез келген сан. Екінші есеп. Көбейтінділердің мәнін есепте. 26-ны бірге көбейтсек 26 болады. Дәл қазіргі ережеден пайдаланамыз. Кез келген санды бірге көбейтсек, сол санның өзі шығады. Яғни 26-ның өзі шығады. Енді кейінгісі 1-ді 17 мен 34-тің қосындысына көбейтуіміз керек. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 17 мен 34-тің қосындысы 51-ге тең. Демек, 1-ді 51-ге көбейтсек 51. Кейінгісі 40 пен 24-тің азайтындысын бірге көбейтуіміз керек. 40 пен 24-ті азайтсақ 16 болады. 16-ны бірге көбейтсек 16. Ал 1 мен бірге 37 мен 3-тің қосындысын көбейтеміз. 37-ге 3-тің қосындысы 40-қа тең болады. Ал 40-ты бірге көбейтсек 40. 28-ді 14 пен 13-тің айырмасына көбейтуіміз керек. 14 пен 13-тің айырмасы бірге тең. Демек, 28-ді бірге көбейтсек 28. Ал 25 пен 24-тің айырмасын 13-ке көбейтетін болсақ, 25 пен 24-тің айырмасы бірге тең болады. Ал 1-ді 13-ке көбейтсек 13-ке тең. Үшінші есеп. Қалып қойған санды тап, қорытынды жаса. 1 көбейту 3 тең 3-ке дейді. Мына жерде осылай жазған. Осыдан мына жерде қалып кеткен санды табуымыз керек. Мына жерде көбейткіштердің көбейтіндінің мәні 3-ке тең болып тұр. Ал мына жерде осы көбейтіндінің мәнін мына көбейткіштердің біреуіне бөлген. Ендеше бұл жерде екінші көбейткіш шығады, яғни 3 шығады. Демек, бұдан қандай қорытындыға келеміз? Санды бірге бөлгенде сол санның өзі шығады. Яғни А-ны бірге бөлсек тең А. Мұндағы А кез келген сан болуы мүмкін. Міне дәптерге осылай жазып қойдық. Яғни қалып қойған санды мен қызыл сиямен жаздым. Төртінші есеп. Өрнектердің мәнін тап. 7 мен 1-дің көбейтіндісі 7-ге тең. Өйткені жоғарыда ереже бар еді, кез келген санды бірге көбейтсек, сол санның өзіне тең болады. Ал 6-ны бірге бөлсек те 6. Бұл да жоғарыдағы ереже бойынша кез келген санды бірге бөлген кезде сол санның өзі келіп шығады. Яғни 6-ның өзі келіп шықты. Кейінгісі 35 пен 13-тің айырмасы 22-ге тең. Ал 22-ні бірге көбейтсек 22-нің өзі. 64 пен 60-тың айырмасы 4-ге тең. 4-ті бірге бөлсек 4-ге тең болады.
97 мен 1-дің бөліндісі 97-ге тең, 0 мен 1-дің қосындысы 1-ге тең, ал 1-ді 1-ге көбейтсек 1-ге тең болады. 83-ті 19 пен 18-дің айырмасына бөлуіміз керек. 19 пен 18-дің айырмасы 1-ге тең, 83-ті 1-ге бөлсек 83-ке тең. 29 пен 19-ның қосындысын 1-ге көбейтеміз. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 29-19 қоссақ 48, ал 48-ді 1-ге көбейтсек 48-ге тең болады. 5-ші есеп, мәндері бірдей әріпті өрнектер жұбын теріп жаз. Біріншісі 9 көбейту x екен, осыған тең мәні тең болатын өрнек табамыз. X көбейту 7 болмайды, бұл 8 қосу 1 көбейту x бұл болады. Өйткені 8 пен 1-дің қосындысы 9-ға тең, 9 көбейту x. Демек, осы екі өрнек бір-біріне тең. Ал кейінгісі x бөлі 1 екен, бұл жерде жоқ. 45 азайту 44 көбейту x. Демек, 45-тен 44 азайтсақ 1-ге тең болады, ал 1-ді x-ке көбейтсек, x-тің өзі шығады. Мына жерде x-ті 1-ге бөлсек те x болады. Демек, осы екі өрнек бір-біріне тең. Енді кейінгісін көреміз. 7 менен 0-дің айырмасы 7-ге тең, ал 7-ні x-ке көбейтсек 7x болады. Көбейткіштердің орнына қосып келген x көбейту 7 екеуі, осы екі өрнек тең. Демек, бұл жерде берілген барлық 6 өрнек әрқайсының өзіне тең өрнегі бар екен. Дәптерге орындаймыз. Осылайша жазып қоямыз. Бір-біріне тең болған өрнектерді. 9 көбейту x-іміз тең болады 8 қосу. 8 мен 1-дің қосындысын x-қа көбейткенге, x көбейту 7-іміз 7 мен 0-дің айырмасын x-ке көбейткенге тең, ал x бөлі 1-іміз 45 пен 44-дің айырмасын x-қа көбейткенге тең. 6-ші есеп, есепті шығар. Ат спорты жарыстарына 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Әр топта 9 ойыншы бар. Жарысқа барлығы неше ойыншы қатысты? Демек, мұны жерде сызбасы берілген. Қанша ойыншы қатысқаны белгісіз, бірақ 4 топ, мұны 1, 2, 3, 4 топтан құралған ойыншылар қатысқан. Әрбір топта 9 ойыншыдан бар. Демек, барлығын табу үшін біз осы 9-ға 9-ды, және 9-ды, және 9-ды, немесе 9-ды 4-ке көбейтсек жеткілікті. Дәптерге жазамыз. Берілген ойыншылар 4 топ, әр топта 9 ойыншыдан барлығы неше ойыншы бар деген сұрақ қойып, есептің шешуін орындадық. 9-ды 4-ке көбейтсек 36, демек жауабы жарысқа 36 оқушы қатысты. 7-ші есеп, сантиметрмен өрнектеп шығар. 6 дециметр 3 сантиметрге 2 дециметр 8 сантиметрді қосамыз. Сантиметрмен өрнектейтін болғандықтан, дециметрді сантиметрді өрнектейміз. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Ендеше 6 дециметрде неше сантиметр бар екен білу үшін 6-ны 10-ға көбейтеміз. Бұл 60 болады. Енді 60-қа мына 3-ті қосамыз, бұл 63 сантиметр. 2 дециметр 8 сантиметрді дәл солай орындаймыз. 2 дециметріміз 20 сантиметр, оған 8 қоссақ 28 сантиметр болады. Енді қосамыз бұларды, 63-ке 28 қоссақ 91 сантиметр. Кейінгісі 84 сантиметрден 5 дециметр 7 сантиметрді азайтамыз. Бұл жерде 84 сантиметрдің өзін жазып аламыз да, ал 5 дециметр 7 сантиметрді 57 сантиметр деп жазып азайтамыз. 84-тен 57-ні азайтсақ 27 сантиметр. Кейінгісі 3 дециметр 6 сантиметрді бірге бөлеміз. Бұл жерде де 3 дециметрді 30 сантиметр деп білеміз де, оған 6-ны қоссақ 36 сантиметр болады. Демек, енді 36 сантиметрді бірге бөлеміз, бұл 36 сантиметрге тең. Ал 5 дециметрді 2-ге көбейтетін болсақ, 5 дециметріміз 50 сантиметр, оны 2-ге көбейтсек 100 сантиметрге тең. 8-ші есеп, теңдіктер құр. А 56 және 55 сандарының айырмасы мен 13-тің көбейтіндісінің мәні 13-ке тең. Ә 16 мен 15 сандарының айырмасын 4 есе арттырса 4 шығады. Дәптерге орындаймыз.
56 мен 55 сандарының айырмасы деді. Бұны жақшаға алып жазамыз. 56 азайту 55 деп. 13-тің көбейтіндісі дейді. Осы менен 13-ке тең дейді. Демек 56-тан 55-ті азайтып көбейту 13 тең 13 деп жазамыз. Өрнегіміз осылай болады, теңдігіміз. Кейінгі теңдігіміз әсінде 16 мен 15-тің айырмасын 4 есе арттырса 4-ке тең дейді. Демек, бұны да жазып қоямыз. 16 азайту 15 жақшаға алып көбейту 4 тең 4 деп жазамыз. Өйткені мына жақшаның ішіндегі амалдарды орындасақ 1 шығады. 1-ді 4-ке көбейтсек 4, 1-ді 13-ке көбейтсек 13. 9-шы есеп А есепте әсінде салыстыр деген. 18-ді 87 мен 86-ның айырмасына көбейтуіміз керек. Жақшаның ішін орындаймыз. 87-ден 86-ны азайтсақ 1 болады. 18-ді 1-ге көбейтсек 18-ге тең. Кейінгісі 1-ді 100 бенен 14-дің айырмасына көбейтеміз. 100-ден 14-ті азайтсақ 86 болады. Оны 1-ге көбейтсек 86-ға тең. 25 пен 19-ның қосындысын 1-ге бөлеміз. 25-ке 19 қоссақ 44, 44-ті 1-ге бөлсек 44-ге тең. Ал енді екінші әсінде салыстырамыз. Берілген өрнектерді 1 мен 37-ның көбейтіндісін 1-ге 37-ні қосқанды салыстырамыз. 1-ді 37-ге көбейтсек 37 болады. Ал 1-ге 37-ні қоссақ 38. Демек 1 көбейту 37 кіші болады 1 қосу 37-ден. Кейінгісі 9 мен 1-дің бөліндісімен 16 мен 7-ның айырмасын салыстырамыз. 9-ды 1-ге бөлсек 9, 16-тан 7-ні азайтсақ та 9. Демек бұл өрнектер тең екен. Б мен Б-ның айырмасын мен 1-ді салыстырамыз. Б мен Б-ның айырмасы 0-ге тең, ал 0 1-ден кіші. 10-шы есеп. Ойлан тап. Бір саны мен төмендегі әрбір санның қосындысының мәні артық па, көбейтіндісінің мәні артық па? Яғни төменде 10, 30, 40, 60, 70, 90 сандары берілген. Енді салыстырып көрейік. 1-ді 10-ға көбейтсек 10 болады. Ал 1-ге 10-ды қоссақ 11 болады. Енді мына жердегі сұраққа жауап беретін болсақ, 1 мен төмендегі сандардың әрбір санның қосындысының мәні артық болады. Көбейтіндісінің мәні кем болады. Дәптерге жазамыз. Мені тексеріп көріп атырмыз. 1-ге 10-ды қоссақ 11 болады. Ал 1-ді 10-ға көбейтсек 10. Демек 1 мен 10-ның қосындысы 1 көбейту 10-нан артық. 1 қосу 30-да дәл солай болады. Мені барлығына 1 қосу 40-та артық болады 1 көбейту 40-тан. 1 қосу 60-та 1 көбейту 60-тан артық. 1 қосу 70-те 1 көбейту 70-тен артық. 1 қосу 90-да 1 көбейту 90-нан артық болады. Өйткені 1 мен 90-ның қосындысы 91-ге тең, ал 1 мен 90-ның көбейтіндісі 90-ға тең. Осымен бүгінгі 88-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.